Мемлекеттен жалға берілетін пәтерлер жастар үшін жақсы мүмкіндік. 2019 жылы Астана, Алматы, Шымкент қалаларында іске қосылған жұмыс істейтін жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы бойынша 4500-ден аса баспана рәсімделген. Жалпы коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын жайларды арендалық үйлер деп айтып жатамыз. Қазіргі таңда бұларды азаматтарға берудің ең басты мақсаты ол жаңағы шынымен де осы азаматтардың үйге мұқтаж азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету. Бағдарламаға аталған қалаларда жұмыс істейтін 35 жасқа дейінгі азаматтар өтінім бере алады. Талапқа сай келген өтініш иелері жергілікті әкімдік арқылы келісім шартқа отырады. Ең бастысы тұрақты баспанаға қол жеткізу үшін мақсат қойып, банктың жинақ депозитінде қаражат жинау. Өзінің баспанасын алғанша қамтамасыз ету бойынша жүзеге асырылатын жаңағы арендалық бағдарлама ретінде қарастырылған. Яғни мемлекет берген жалдамалы пәтерде 5 жыл тұрды. Соңғы өзгерістерге байланысты жалға алу мерзімі 3 жылға дейін қысқартылған болатын. 3 жылдың ішінде жастарымыз өздерінің қажетті алғашқы жарналарын жинауға мүмкіндіктері бар. Маңыздысы талаптарды сақтау. Жалпы коммуналдық тұрғын үй қорынан берілетін жаңағы арендалық үйлер деп жатамыз. Сол үйлерді алу бойынша өз кезегінен тұрғылықты осы елді мекенде тіркелген өз кезегін күтіп, жаңағы сол тұрғын үйлерді алатын болады. Оның негізгі шарттары атап өткенде Астана, Алматы, Шымкент қалаларында жаңағы соңғы тіркелген 3 жылдық өзінің көрсетілген мекендерінде 3 жыл тіркелген азамат болуы қажет. Одан бөлек сол азаматтармен бірге тұратын азаматтар және сол тұрғын үйді алуға мұқтаж азамат деп көрсеткен азаматтардың соңғы 5 жылда өз атында жаңағы мүлкі, яғни тұрғын үй болмауы қажет. Ай сайынғы төлем 15 000 теңге көлемінде. Осы уақыт ішінде ақшасын үнемдеп баспанаға қаражат жинады. Жалға алған пәтерден шығатын уақыт таяғанда жастар отбасы банктың алғашқы жарнасы аз, пайыздық мөлшерлемесі төмен Астана жастары бағдарламасына немесе Отау, Наурыз бағдарламаларына қатыса алады. Сондай-ақ басқа банктердің тұрғын үй жобаларын қарастыруға болады. Маңыздысы арендалық баспананы келісілген уақыт аяқталған соң босату. Себебі дәл сіз сияқты басқа да пәтер жалдап жүрген жастар аталған бағдарламаға құқылы. Еліміздің барлық азаматына бірдей жағдай жасап, шын мәнінде көмекке мұқтаж адамдарға жәрдем беру әлеуметтік мемлекеттің басты міндеті. Халыққа әлеуметтік көмек береміз деп, біз шыны керек қоғамда масылдық психологияға жол бердік. Өркениетті ел боламыз десек, мұндай жағымсыз үдеріске тосқауыл қоюымыз керек. Тұратын үйі, тіпті астында қымбат көлігі бар азаматтарға емес, көмекке зәру адамдарға көмек берілу қажет.